Қайырлы кеш, достар. Бүгін сіздерге Travorum компаниясы жайлы ақпарат беруге мен Travorum компаниясының амбассадоры Сальвия Танирбергенова сондай керемет кешті бірге өткізуге бұйырыпты маған бүгін. Ал бүгін біз қонақтарымыз болса және де өзіміздің әріптестеріміз болса Travorum компаниясы жайлы ақпаратпен бөлісуге әзірміз. Экранға назар аударсаңыздар, Travorum компаниясы саяхатты жаны сүйетін адамдар үшін арналған компания. Қазіргі таңда компаниямыз қазіргі түнде компаниямыз 80-нен асық мемлекетпен жұмыс жасауда. Компанияның негізін қалаушы бұл кәсіпкер ақш-та тұратын Дэвид және Аделла Харт. Қазіргі таңда компанияның ресми кеңселері ол 3 қалада. Америкада Темекула қаласында, Калифорния штатында орналасқан, Еуропа елдеріне ол Мадрид қаласында, Испанияда және де біздің Қазақстанда Алматы қаласында. Қазіргі таңда компания 2013-тен бері жұмыс жасап келеді. ақш-та тіркелген және де қазір 7 құрлықта да 80-нен астам елдер Travorum арқылы саяхаттап және бизнес құруға мүмкіншіліктері бар. Соңғы 2 жылда өте тұрақты өсім болуда компанияда. Білеміз, осы 2 жылдықта компания Орта Азияда, соның ішінде Қазақстан арқылы, қазір Өзбекстан, Қырғызстан, Әзербайжан, сол мемлекеттерде компания қазір қарқынды дамуда. Білесіздер, туризм индустриясы әлемдегі ең қарқынды өсіп келе жатқан индустрия. Бұны көпшілік елемегенмен, қазіргі таңда ресми мәліметтерге сай, туризм индустриясындағы тауар айналым жылына $10 триллион асып түседі. Және де жақын арада ол 15 триллионнан асады деген болжам бар. Расында да солай, себебі жылдан жылға өсім қарқындап жатыр. Себебі бұл әр адамның армандайтын бизнесі. Себебі саяхаттауда армандамайтын адам жоқ, бірақ саяхат арқылы табыс табу деген екінің бірінің ойына келе бермейді. Себебі көпшілік саяхатты тек қана қалтасынан ақша шығарып саяхаттап жүр. Ал біз бүгін сіздерге қалталарыңыздан ақша шығарып емес, ақша шығармай саяхаттап, сонымен қоса және де жанұяңызға өте көп мөлшерде табыс табуға мүмкіншіліктерін көрсетеміз. Және себебі индустрия туризманы түсіндіру өте оңай және қысқа уақытта жақсы жетістікке жетуге болады. Және де тағы да бір көпшілікті сүйсіндіретін, бұл бизнесті үйде отырып бүкіл әлеммен жасауға болады. Уоррен Баффет айтқандай, егер де сіз ұйықтап жатқанда да ақша табыс түсетін жолын таппасаңыз, демек сіз өміріңіздің соңына дейін жұмыс жасайсыз деп, бұл пассивті табыс жайлы айтылған болатын. Енді кез келген тұтынушы компанияға серіктес болған сәттен бастап ол біздің платформалар арқылы курорттар, қонақүйлердің саны 3 миллионнан астам, круиздер сүйсініп, бүкіл әлемнің 7 құрлығына жететін круиздар, автокөлік жалдау, саябақтар, турлар, белсенді демалыс, және ойын-сауық, театрларға, музейлерге, барлық саяхатқа қажетті қызықтықтарға осы платформа арқылы билеттерді алып және жеңілдікпен алуға болады. Ол жайлы қазір әрбір сайтымызда тоқталып айтылатын боламыз. Travorumның артықшылықтары: компаниядағы туристік серіктестік. Сіз тек қана тұтынушы емес, бұл жерде серіктес боласыз. Туристік ұпайларды табу. Мысалы, қазір кез келгеніңізде ұялы телефоныңыз бар, ұялы операторларыңыз бар. Сол ұялы операторға біз ай сайын төлемақы төлейміз, бірақ төлемақыны біз неше жылдар бұрын, осы 30 жылдан асық төлеп келеміз, бірақ бізге ешқашан оған ешқандай бір сыйлық сыйлаған емес. Ал енді біздің компанияда осы тұтынушы бола отырып көптеген сыйлықтар алуға мүмкіншіліктері бар.
және де әр сатылымды өзіңізге сатып ала отырып 3%-ын шығынның қайтарып алу, яғни кэшбэк деп атаймыз, және бизнес мүмкіндік. Әлемнің кез келген нүктесінде отырып 24/7 ақша табуға мүмкіншілік. Енді міне бірінші сайтымыз біздің туристік сайт деп аталады. Туристік сайт менің ең сүйікті сайттарымның бірі, себебі туристік сайт арқылы өзім бірнеше рет саяхаттадым. Тек қана бір өзім емес, бүкіл командам. Осы жерден Traveling'ның travel сайты арқылы 60, одан да көп пайызға дейін жеңілдікпен бүкіл әлем шарда 3 миллионнан астам отельдерге жеңілдіктеріміз бар. Және де осы travel сайтымызда тек қана қонақ үйлер емес, сонымен қоса көлікті жалдауға, белсенді демалысқа арнайы билеттерді, круиздар сатып алуға, ойын-сауық орталықтарына кіру билеттерін сатып алуға жеңілдікпен сіз мүмкіндік аласыз. Және де осы туристік сайт арқылы кез келген өнімді сатып ала отырып, соның 3%-ы сіздің шығымыңыздың 3%-ы қайтып қалтаңызға келетін болады. Ол біздің кэшбэкіміз. Және бізде 2 туристік travel сайт бар. Біздің туристік сайттардың кереметі, жанұяңыз қаншама үлкен болса да, сіздің серіктестігіңіз бүкіл жанұяңызбен бірге осы туристік сайт арқылы саяхаттауға мүмкіншілік береді. Себебі туристік сайтта сіз 4 жаңа туристік сайтта 5 және ескі туристік сайтымызда 4 бөлмеге дейін жалдауға мүмкіншілік аласыз. Яғни, сіздің жанұяңыз қанша үлкен болса да, бүкіл түнде жанұяңызбен шығуға мүмкіншілігіңіз бар. Және міне салыстырмалы түрде турагенттерден де тиімді тарифтар бар. Бізде міне өздеріңіз қарап отырғандай, міне біздің сайттарымыз, бұл сайттар баршаға қолжетімді сайттар, олардың көбісімен сіздер пайдаланғансыздар. Экспедияда $4463 тұратын қонақ үйді сіз Travelling арқылы небәрі $2326 ала алады екенсіз. Яғни сіздің қалтаңызға 50%-ға жақын жеңілдік қалуда. Туристік сайт бұл ақша үнемдеу. Және де әр сатылымнан, жаңағы шығымнан, қалтаңыздан шыққан 3%-ды қайтару. Яғни міне жерде Expedia сайтында $5047 тұратын қонақ үйді, 5 жұлдызды қонақ үй қараңыз, екеуінің Fairmont деген қонақ үй. Сіз Travelling сайтында небәрі $1923 сатып аласыз. Яғни бұл жерде жеңілдік 50%-дан да көп. Себебі біздің жеңілдіктер 80%-ға дейін, одан да жоғары жеңілдіктер кездестіруге болады. Және бұл жерде сіз тек қана қонақ үйлерге емес, сонымен қоса ұшаққа да билет ала аласыз, жаңағы айттық, автокөлікті жалдай аласыз, және де көптеген қызықты активитистарды осы жерде жеңілдікпен алуға мүмкіншілігіңіз бар, және круиздар сатып алуға болады. Және біздің осы туристік сайтымызда сіз қонақ шақыруға мүмкіншілігіңіз бар. Яғни ол кісілер біздің тұтынушы болып тіркеліп, сіздің жеңілдігіңіздің жартысын пайдалана алады. Ол яғни мынаны тұтынып көрейін, маған ұнай ма екен деген жандарға арналған, себебі бұл жерде тіркелу тегін. Ал сізге қандай қызық, Себебі сол сіздің қонағыңыз болып тіркелген адам өзіне әр сатылым алған сайын, содан да сізге компания төлемақы төлейді. Екінші біздің сайтымыз бұл Getaway платформасы. Бұл Getaway 2000-нан астам курорттар бүкіл әлем бойынша. Міне картаға қарасаңыздар, осындай локацияларда қонақ үйлер және демалыс орындары. Бұл жердің ерекшелігі Getaway платформасында сіз 2 адамнан 8 адамға дейін орналасуға мүмкіншілік аласыз. Яғни сіздің жаңағы үлкен жанұяңыз түгелімен шығуға мүмкіншілік алады. Міне жерде салыстырмалы түрде бағаларды қарап өтейік. Канара құрлығында, міне Испанияда 7 түндік, 8 күндік демалыс Travelling бағасы $7 және салық.
сіз өзіңіздің жаңағы жинақтаған ұпайыңызды бере отыра картаңыздан тек қана $7 қоса салығын төлейсіз. Кез келген елге барғанда біздің туристік салық болады, иә, соны өзіңіз қалтаңыздан төлейтін боласыз. Міне Кабо Сан Лукас Мексикада сіз 8 күндік люкс бөлмеде небәрі $149 және салық төлей отыра пайдалана аласыз. Бәрі біледі, ақш-та қонақ үйлер өте қымбат болады, иә. Соған қарамастан біздің платформа арқылы сіздер Флорида штатында 8 күндік 2 бөлмелік люксті небәрі $142 және салық төлеп алуға мүмкіншілік аласыз. Бұл тек қана біздің партнерларға арналған бағалар. Енді екінші біздің жаңағы жинақтаған туристік ұпайларыңызбен төлеп бара алатын екінші сайтымыз бұл әлемдік саяхаттар деп аталады. Бұл әлемдік саяхаттар бізде ай сайын бірнеше мемлекетке арнайы әрқашан өте жоғарғы деңгейдегі 5 жұлдызды люкс және ультралюкс деңгейіндегі қонақ үйлерде демалу. Бұл деген бүкіл компаниядан әрбір осындай әлемдік саяхатқа бізге 400 адамға дейін шыққан кезеңдер бар. Солай бүкіл ұжым болып сондай керемет демалысқа қол жеткізе аласыз. Және де осы жаңағы Getaway платформасындағы саяхатты және әлемдік тур сайтындағы платформамыздағы саяхаттарды сізге мүлдем тегін алуға болатын жолдарымен қазір бөлісетін боламыз. Міне біздің әлемдік саяхаттың кейбір направлениясынан сіздерге үзінді, иә. Дубай әмірлігінде сізге небәрі 6 күндік демалыс 5 жұлдызды қонақ үйді $49 ғана тұрады. Малага, Испания, керемет демалыс 5 жұлдызды қонақ үй таңғы асымен небәрі $99. Бұл жерде тоқталып өтетіні біздің әрбір әлемдік турдағы саяхатымыз кемінде 2 адамға арналған. Немесе 2 ересек 1 бала, немесе 2 ересек 2 бала, яғни бір жанұяға арналған. Қазір көріп жатқан бағаларыңыз ол адам басына төлейтін емес, сол бір бөлмеге төлейтін төлем. Және қараңыз, Каолак деген керемет курорт, енді өте жоғарғы деңгейде, номерларының бәрі тікелей бассейнға шығатын керемет бірінші жағажайда орналасқан 5 жұлдызды қонақ үйді таңғы асымен небәрі $129-ға 2 ересек 1 баламен барып келуге мүмкіншілік аласыз. Қараңыздаршы, осындай керемет люкс, ультралюкс классындағы отельдерді сіз жылына 2 рет тегін қалтаңыздан ақша шығармай демалуға болатын мүмкіншілік. Бұл тек қана бізде бар. Және осы жаңағы мен айтқан жылына 2 рет люкс, ультралюкс классында демалғыңыз келсе, бұл сіздің саяхаттау өміріңіздің арманы болса, онда бізге қосылыңыз. Бізге қосылу үшін сіз өзіңізге күміс, титаниум немесе платинум пакеттерін таңдау арқылы тіркелесіз. Енді көпшіліктің сұранысына ие, бәріне өте жақсы көретін бұл біздің платина пакетіміз. Бұл жерде бізде тіркелуіңіз өміріңізде 1 рет клубқа мүше болу үшін $370 тіркелетін боласыз. Оны да өзіңіздің есеп шотыңыздан, тек қана өзіңіздің картаңыздан тікелей төлеп, біздің Travelum компаниясына серіктес боласыз. Және бұл клуб болғандықтан кез келген клубтың, мысалы фитнес-клубқа барасыз, оның ай сайын төлемі бар. Ана жақта кімнің дауысы, микрофонын өшірсінші. Үйіңіздегі тұрған интернеттің ай сайынғы төлемі бар. Сол сияқты бұл жерде де осы платинум пакетінің ай сайынғы төлемі ол $135. $135 пайдалы төлей отырасыз, жаңағы бүкіл біздің 4-5 платформадан қалағаныңызша демала аласыз. Және де бұл төлемді сіз жай ғана төлеп қоймайсыз компанияға. Сервистік төлем $135, бірақ осы сервистік төлемді төлей отыра сізге компания 270 саяхат ұпайын беріп отырады. Сол саяхат ұпайына сіз жаңағы әлемнің түкпір-түкпірінен 5 жұлдызды люкс және ультралюкс классындағы демалыс үйлерді жанұяңызбен сыйлыққа аласыз.
Және де жаңа мен айтып өткен болатын, мен сіздерге осы қалтаңыздан шығын шығармай демалуға үйретуге әзірміз деп. Міне өзіңіз платина пакетімен тіркелдіңіз, және осы жерде осы керемет мүмкіншілікпен үш айналаңыздағы адаммен бөлістіңіз. Олар да әрине компанияның ерекшеліктерін, керемет демалысын көріп, сүйсініп, сізбен бірге саяхаттауға бел буды. Осы сәттен бастап әрбір тіркелген жан үшін компания сізге шақыруыңыз үшін тегін емес, әрбір үшін $50 төлейтін болады. Ал егер де сіз қазіргі біздің акция жүріп жатқанына қазан айында сол 3 кісіні шақыратын болсаңыз, әрбірінен $50 емес, әрбірінен сізге компания $100 төлейтін болады. Яғни 3 адам шақыра отырып, сіз өзіңіздің клубқа кірген төлеміңізді қайтардыңыз деуге болады, иә? Демек, ол сізге сыйлыққа келді енді. Ал енді осы 3 кісі сізге ең жақын адам, арасында әрқашан саяхатқа бірге өзіңіздің жаныңыз сүйген адамдармен шыққыңыз келеді. 3 кісі тіркеліп, сол үшін компания сізге күн сайын $4.45 төлеп отыратын болады. Сол ақша сіздің жаңағы ай сайынғы сервистік төлеміңізді жабуға жеткілікті $135 содан жинақталып отырады. Яғни енді сіздің бір жасаған еңбегіңіз үшін сол 3 кісі 1 жыл саяхаттай ма, 5 жыл саяхаттай ма, ол кісілер саяхатта өздеріне ұпай жинақтап, саяхаттап жүргенше сізге компания $4.45 төлеуді тоқтатпайды. Ол ай болсын, жылдар болсын, соны алып отырасыз, және де ол сіздің сервистік төлеміңізді қалтаңыздан шығын шығармай жауып отырады. Әрі қарайда компанияда тек қана жылына 2 тегін саяхат емес, және де басқа да көптеген табысқа қол жеткізем десеңіз, сол үшін біз осы пайдалану үшін, бизнес платформаны пайдаланып, бизнес құру үшін жылына небәрі $100 бір-ақ рет төлеп отырамыз. Ол біздің франшизаға төлейтін $100-ымыз. Жылына, ол айына емес. Жылына бір рет, оны сіз тіркелген сәтте 1 жылға төлеп қойдыңыз. Себебі жаңағы төлеген $370-ыңыздың $100 сол сіздің франшизаңызға кетті, ал қалған $270 сізге ұпай болып қайтып келді. Міне, жаңағы 3 кісі шақырып, сіз платина дәрежесіне жеттіңіз, және сізге тегін мүмкіншілік 2 жылына 2 рет жоғарғы деңгейде демалыс өзіңізге қамтамасыз еттіңіз. Тек қана бір сәтке тоқтап осы жерде елестетіңізші, сізге жасаған жұмыс орныңызда солай 3 адамды жетекке алсаң, саған жылына 2 рет жоғарғы деңгейде жан ұяңа демалыс сыйлайым десе, мен ойлаймын, әрбір адам оны жасаушы еді. Сондай мүмкіншілік бүгін сізде Трафориумда бар. Сол тек қана 3 адамды саяхаттауға үйретіп, және солардың мен бірге саяхатқа шығып, көңіліңізді көтеріп жүргеніңіз үшін жылына 2 рет жан ұяңызға тек қана бір адамға емес саяхат аласыз. Және әрі қарай да команда құрып, жаңағы 3 кісінің артынан және де кісілер еріп, командаңыз үлкейіп, оң жақ сол жағыңызда 8 адам жиналған сәтте компания енді сізге күніне $4.45 емес, $10 төлейтін болады. Яғни қазіргі таңда сіз күн сайын $10 алып отырасыз. Бұл сіздің пассивті табысыңыз. Сол кісілер қанша жыл сіздің командаңызда болып саяхаттап жүрсе, сонша сізге тоқтамай берілетін сондай мүмкіндік. Және біздің компанияның одан да көп қазір осы қазан айында беріп жатқан сыйлықтары бар. Осы бір дәрежелі директорды жаба отырып, алатын тағы да қосымша сыйақыларыңыз бар. 2 жұлдызды директор ол күн сайын $25 алады. Елестетіңіз, күн сайын сіздің шотыңызға таңертең тұрғанда $25 түсіп тұрады. Ол командаңызда небәрі 50 серіктес. Сол 50 серіктестің ішінде 5-еуі сіздің жеке шақырғаныңыз болса болғаны. Керемет емес пе, Қараңыз, бүгінгі таңда ол кемінде $750 мен $2000 арасындағы табыс. Осы 2 жұлдызды директор дәрежесінде. Әрі қарай уақытпен шектеу жоқ. Сіз мына 2 жұлдыздан 3 жұлдызды директорға жеткенге дейін осы $750 мен $2000 арасындағы табысты ай сайын алып отырасыз. Және
уақыт өте сіз 3 жұлдызды директорға жеттіңіз. Сол жеткен күннен бастап сіздің күнделікті түсетін табысыңыз 7 Aliye mikrofonunuzu ölçsünüzse Aliye. Mikrofonunuzu ölçsünüzse. Meryem, men siz ölçürünüz. Cumabek'e. Неге естілмей қалды? Шығып кетті ау деймін, осы қазір қайып кіретін болар. Шығып Иә, Сәлве ханымдікі естілмей қалды. Иә, естілмей қалды. Достар, кішкене техникалық ақауларға байланысты эфиріміз үзіліп қалды. Ары қарай жалғастырайық. 4 жұлдызды директор бізде күн сайын $100 табыс алады. Елестетіп көрсеңіз, бұл кез келген адамның арманы. Сен ұйықтап жатқанда, саған таңертең тұрғанда шотыңа $100 түсіп отыру. Әрі қарай міне біздің бизнес жоспарымызға назар аударсаңыз, міне 4 жұлдызды директор небәрі сол 250 партнердің ішінде 8-і сіздікі болса болғаны, және сіз жыл сайын $42,000 үстінде кемінде жоқ дегенде табыс ала аласыз. Және келесі біздің кез келген серіктесіміздің арманы ол амбассадор дәрежесі. Небәрі 376 адаммен сіз 9 ішінде 9-ы, назар аударыңыз, 9-ы ғана сіздің жеке шақыртушыңыз, сонымен қатар сіз күніне $140 және де басқа да табыстарын қосқанда $10,000 үстінде табыс ала аласыз. Қазіргі таңда Қазақстанда 20-дан астам серіктес осы дәрежеге өте жеңіл жетіп, қазір сол табысты алуда. Себебі саяхат жайлы бөлісу өте оңай. Және амбассадор статусына жеткенде сізде тек қана жаңағы амбассадорлық табыстан бөлек жыл сайын демалыс 2 адамға қонақ апар, өзіңіздің жолдасыңызбен немесе қонақпен баруыңызға болады. Және компания осы дәреженің өзінде сізге жаһандық бонус төлейді. Және бір елші акциясы болады сізде. Және компания сізге Луи Виттон сыйлығын сыйлайды. Осыған сізге $3,000 сертификаты сыйланып, өзіңіз қалаған сыйлығыңызды Луи Виттон дүкенінен алатын боласыз. Ол арнайы компания Луи Виттон пати ұйымдастырады. Және елші акциясы деген сөз, ол осылай эфирда адамдармен осы ақпаратпен бөлісіп, командаңызды үйреткен үшін компания спикерлік үшін ай сайын $1,500 қосымша төлейді. Осындай керемет бонустары бар компания қазіргі таңда сіз бен бізге қол жетімді.
компанияның басқа да міне ары қарай дәрежелері бар. Ол 1 жұлдыздан амбассадордан 5 жұлдызды амбассадорға дейін. Яғни қарасаңыз, сіздің күн сайынғы табысыңыздың, бір табысыңыздың өзі пассивті табысыңыз $800 құрайды. Керемет, иә, осы жерге келгенде мен ойлаймын, осында отырған, эфирде отырғанның көпшілігі өзінің армандарын оп-оңай, жеңіл, қуана орындауға керемет мүмкіншілік. Және компаниямыз 2024 жылы 250 мыңнан астам серіктес қосылды компаниямыздың статистикасы бойынша. Қазір жыл сайын, тіпті ай сайын жаңа клиенттер күн сайын қосылуда командамызға. Және керемет өмір сүру үшін арналған компания деп біліңіздер, Травурим компаниясын. Бізді шақырған адаммен, сізді бүгін шақырған адаммен міндетті түрде байланысып, осы ақпаратты толығырақ түсіндіруге сұраныңыз, себебі бұл мүмкіншілікті жіберіп алмаңыз. Ал біз сіздерге кез келген жетістікке жету үшін қолымыздан келгенді аянбай беруге дайынбыз. Осымен бүгінгі біздің ақпараттық кешіміз аяқталуда. Егер де сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Сіздерге қуана-қуана көмектесуге әзірміз. Сәлбе ханым, көп рахмет, өте тамаша түсіндірдіңіз. Өз ана тілімізде көп рахмет. Сізден сұрайын деген мынау жаңа пул туралы кішкене айтып кетсеңіз бола ма? Тағы да. Рахмет. Құрметті партнерлар, құрметті команда, сұрақтарыңыз болса, қонақтарымыз болса, сұрақтарыңызды қоюға сіздерде 5 минут уақыттарыңыз бар. Мен что-то сұрақ қойған сияқты едім, естілмеді ғой деймін. Сізге көп рахмет айтамыз. Қазақша жүргізгеніңіз үшін өте тамаша, түсінікті. Отырған жаңа адамдар болса, бәрі тамаша болады, осылай айтамыз. Бізге жаңадан кірген мынау акция ма или пул ма команданың беріп атқан партнерларды шақыру үшін, мотивация беру үшін соны сәл айтып кетсеңіз. Тағы да бір рет. Бола ма екен? Сәлбе ханым. Сәлбе ханым, сіз естіп тұрсыз ба Рая ханым сұрағын? Кешарақ. Жоқ, естімей тұр, ол кісі естімей тұр. Я мен что-то екі рет айттым, екенді естімей қалды. Біреулеріңіз айтыңыздаршы тағы да менің сөзімді. Біз сіздің даусыңызды естіп отырық, ол кісінікін де естіп тұрмыз. Бірақ ол кісі біздікін естімей тұр да? Өзін өшіріп, бізді өшіріп тастаған ғой деймін. Ондай да бола ма? Ноутбуктан өшіріп тастаған ғой, дауыс шығарып деп. Бәсе, солай болу керек. Может, ол кісі де громкісі төмен басылып тұр ма? Қалай сонда? Білмеймін, соны енді қызық. Өзі шығып кетеді қайта-қайта. Шығып кетті ма? Иә, жоқ қой мінекей. Жазу керек пе екен? Жазу керек шығар мүмкін. Вы нас слышите деп жазайық. Сіз бізді естіп тұрсыз ба деп. Ол кісі шығып кетті ме екен? Көрмей тұрмын мен. Солай сияқты. Шығып кеткен сияқты, я. Жоқ екен. Осымен бітті ғой деймін сабағымыз. Шаруасы бітті. 15 адам қалды. Иә, бәрі шет-шетінен шығып кетті. 31 октябрьге дейін ғой, жаңағы $100 береді. 31 күні бітеді, сосын бірінен кейін
қарт келсе, қарт президент одан кейін ар жағында көреміз ғой қалай болатынын. Негізі жылдың аяғына дейін деп жатыр ғой. Жылдың аяғына дейін? Иә, солай естідім мен кеше. Амбассадорлар сөйледі ғой, сонда бірнеше мәрте кім деген Мунира ханымды айтты ғой, шатыстырмаңдар 31 октябрьде. Иә. Кеше айтты ол кісі Мунира ханым. Осы біріне дейін ғана деді, осы октябрьдің. Одан кейін созыла ма, созылмай ма, Құдай біледі. Менше ойынша ойлаймын, ол созылады деп, бірақ оның бәрін кімнің өзі бекіту керек, қарт айту керек. Иә, енді қарт біледі ғой хозяин сол. Иә, ол кісі бір күні келеді ғой Астанаға, Алматыға. Сол кезде может айтатын шығар. Біз Астанадан барамыз. Иә. О, Сальвия ханым келді. Келді ма? Біз сізге сұрақ қойып жатырық, естілмей жатыр сізге. Иә, мен интернетім дұрыс жасамай қалды. Рая ханым, қайтадан қойып жіберіңізші сұрағыңыз. Сальвия ханым, кешегі акция туралы айтып кетесіз ба? Ол өзі 31-не дейін ба, или әрі қарай жылжи ма, не болды екен? Қалай, мысалы, кірген адамға бізге түсетін $500, $50 плюс $50 береміз ба, например? Қазір түсіндіріп өтетін боламын. Компанияның акциясы 30 қарашаға дейін жалғасады. Қараша. Тек қана қазан емес, қарашаның 30-на дейін жалғасады. Оның бірінші кезеңі 31 қазанға дейін, және екінші кезеңі 1 қарашадан 30 қарашаға дейін. Осы мерзімде кез келген қандай статуста болсаңыз да, жаңа келген партнеріңіз үшін алатын төлемақыңыз еселенеді. Яғни $50 орнына $100 алатын боласыз. Оның ешқандай шектеуі жоқ. Және де осы аралықта, егер де сіз бір жұлдызды директор жаңа партнер болсаңыз, немесе әлі бір жұлдызды директорды жаппаған болсаңыз, бір жұлдызды немесе 2 жұлдызды директорды жапсаңыз компаниядан, және амбассадорлар алатын бонус әлемдік недегі мировой товарообороттан деп айтамыз ғой, сол бонусты қоса аласыздар. Яғни сіздер сол амбассадор сияқты компанияның үлесіне... Не үшін жақтан башы тез өзі? Өздерің шулап кеттіңдер ғой, бар жанар спарт жат. Ол кеттің өзі. Біреудің микрофоны қосылып кетті. Нормально. Яна, кім... Енді бәріміз қоспайық, сөйлеген адам қана қосайық, себебі бір-бірімізді тыңдау қиындап кетті. Промоушнда айтам да, сіз жаңағы акцияны неліктен өткенде амбассадор кеңінен айтпайды, тек қана 31 қазан деп қоя салды. Ол қарашаға дейін жылса, желтоқсанға дейін жылса, бәрін айтса, ол кеңінен жақсылап тұрып адамға үлкен не береді ғой, шабыт береді ғой. Шабыттандырмайды. Бір 15 күнде нелі көреміз? Мысалға. Енді оған ашуланбаңыз. Мен айтып отырмын ғой сіздерге, акция 30 қарашаға дейін жалғасады. Одан ары қарай жалғастырмау ол уже біздің президенттің құзырында. Қазіргі таңда 30-на дейін беріп отыр. Белгенде белшесінен бат дейді ғой. Алыңыздар, компания беріп жатқан табысты алып, командаңызды әрі өсіре отырып, және де жаңа жылға бүкіл жанұяңызға, жақындарыңызға керемет сыйлықтар алуға мүмкіншілік алып отырсыздар. Сондықтан қазір күндіз түні үздіксіз тоқтамай жұмыс жасайтын кезең. Күз жеміс жидек піскен асты жинайтын кез дейді ғой, сондай кез болып жатыр енді Травориумда да. Сізге рахмет, кішкене шабыттандырдыңыз. Әрине, керемет, қараңыздаршы, қазір компанияда ешбір компания, негізінде да енді көпшілігіңіз басқа компанияларда болған шығарсыздар да, мен бірақ өзімнің сол 6 жылдық тәжірибемде компаниялар негізінде аралары тез өсе бастайды ғой, көп кісі компанияға қосыла бастағанда, ол беретін төлемдерін азайта бастайды. Себебі адамдар өздігінен келіп жатыр деп. Мен осы компанияға серіктес болғаныма 1,5 жыл болды ма, 1,5 жылдың ішінде компания алып емес, тек қана қосып жатыр. Мысалы, жаңағы адам шақырғанға төлейтін біздің рефералды бонусымыз, біз компанияға тіркелгенде небәрі
$50 басталып $105 дейін құрайтын. Ең жоғарғы сен қандай дәрежеде болсаң да $105 артық ала алмайтынсың. Қазіргі таңда ол $50 $125 дейін көтерілді. Және де маған сол өте бір енді қызықтыратын жайт. Қыздар, микрофондарыңызды сөндіріңіздер. Және қызықтыратын бір тағы жайт бар. Компания жылдан жылға, айдан айға саяхаттау направленияларын қосуда. Мына ынталандыру сапарының өзі біз компанияға тіркелгенде 36-37 мемлекет болса, қазіргі таңда 45-ке жеткізді. Оның ішінде мына көптеген 5 жұлдызды қонақ үйлерге ынталандыру сапарының өзі. Қараңыздаршы, мына Меккенің өзінде Swiss отель, прямо менің мешіттің жанында, сол жерге баруға мүмкіншілік аласыздар. Енді әрине бізде көпшілік мына берген сыйлықты да дұрыс қабылдай алмай жатады. Маған керек айда жоқ деп. Мысалы, дұрыс па? Ол енді сыйлық қой. Орыстар айтады ғой, даренному коню в зубы не смотрят деп. Сондықтан ағайындар бергенді алайық та, енді неге ақ, мынау неге қара, мынау неге ұзын деместен, беріп жатыр компания, алайық. Мальдив аралдарына $350 $348 налогын төлеп, $2000 тұратын қонақ үйге барып демалып келіп жатыр. Уже бар демалып келіп жатқан адамдар. Меккеге де Swiss отельге барып келді. Осы біздің серіктестерімізді. Адамдар бар ғой, берген мүмкіндікті өте тез пайдаланатын адамдар. Сондай солардың ішінен табылыңыздар. Қазіргі таңда мына ноябрь, декабрь айының ортасына дейін негізінде ұшаққа билеттерді әрқашанда өте жақсы бағада алуға болады. Себебі сентябрь және осы айлар туризм саласында кішкене сұраныс белсендеп қалады. Сондықтан ұшаққа билеттерді өте жақсы бағада табуға болады. Сондықтан әлі демалмаған болсаңыз биылдыққа ынталандыру сапарыңызды іздеп, болмаса біздің керемет travel сайтқа кіріп, жеңілдікпен керемет отельдерді алып демалып келуге болады. Және біздің команда қазіргі таңда көпшілігі январь айына Балиге әлемдік турды таңдап жатыр. Сондықтан соған балдарыңыз жиналып қалған болса, сонда шығыңыздар. Бүкіл командамен керемет қонақ үй, енді ол жерге барған адамдар сөзбен айтып жеткізе алмайды. Қонақ үйдің қаншалықты керемет екен. Енді Бали өзі көп адамның арманы ғой. Әсіресе мына біздің келіншектердің арманы. Соның ішінде сондай керемет жоғарғы деңгейде қонақ үйде демалу біздің ханшайымдарға сондай мүмкіншілік беріп жатыр. Сондықтан балдарыңыз жиналған болса, Балиге әлемдік турларыңызды таңдап, бірге бәріміз сондай керемет команда ұжым болып демалып қайтуға дайындалайық. Сәлбе ханым, сізге сұрағым бар еді. Бола ма? Әрине сұрағым. Әрине. Енді бір жастар сұрап жатыр да, егер біз қазір тіркелетін болсақ, біз бірден Дубайға барғымыз келіп тұр дейді, семьямызбен дейді. Олар қалай бара алады Дубайға? Возможность бар ма мысал? Әрине, мен өзім осы компанияға тіркелген сәтте менің командамда да сондай сұраныс болған. Сондықтан біз осымыздың әлі бал жинақтап үлгерген жоқпыз ол сәтте. Осы Travel'ның travel сайтына кіріп, жақсы жеңілдікпен қонақ үй алып, 25 адам болып керемет демалыс құрған болатынбыз. Сондықтан ол кісілерге айтыңыз, әрқашанда бізде 3 миллионнан астам отель бар. Әрқашанда қандай жақсы жеңілдік беріп жатқан отельді табуға болады. Travel сайтпен бара алады, сонда? Әрине, travel сайтпен бара алады. Жақсы, рахмет. Сәлбе ханым, сіз алдында чатта Евротур туралы хабарлама жіберіп едіңіз, сол туралы қазір білуге мүмкіндік бар ма? Сұрап жатыр да? Әрине. Евротурға барам деушілер, біз жаңа жылдан кейін бастап дайындалатын боламыз, визаларымызды дайындап, ұшаққа билеттерімізді алдын ала дайындаймыз. Себебі біз Евротурға май айында барамыз. Ол өте керемет кезең. Білесіздер, Европада көпшілігінде сіз жаяу жүріп саяхаттайсыз, Ол үшін мына ауа райы қатты температура жоғарғы кезде ол жүруге қиын
қиындық туындырады. Сондықтан біз биыл 26 жылы май айында сонда саяхатқа баруға бел будық. Және де мына туризм индустриясында летний сезон дейді, сезон отпусков барлық жерде 1 июньнан басталады. Демек, бүкіл қонақ үйлерге ұшаққа билеттердің бәрі 1 июньнан бастап баға көтеріледі. Сондықтан да біз май айында баруға дайындалып жатырмыз. Оған қанша балл? Қандай балл? Енді Қанша балл керек оған? оған қазір компанияда бізде мына май айына әлемдік турлар дайындалған жоқ, бірақ мен ұсыныс жасағым келіп жатыр. Жақын арада біз білесіздер, амбассадорлардың барлығы президенттің шақыруымен сондай жыл сайынғы саяхатымызға баратын боламыз. Сол жерде өзіміздің президентпен бірге демалып кездесетін боламыз. Сол жерде менің енді командамда, Аллаға шүкір, біз сол Римға немесе осы направленияда бізге компания сол кезеңге әлемдік тур ұйымдастырса, негізінде өте керемет болатын еді. Себебі Рим, енді шын айтайын, ол 2-3 күнде аралап көретін жер емес, оған кемінде бір 5 күн керек. 5 күн керек, және ары қарай сол Италияны, басқа да мемлекеттерді аралап келуге мүмкіншілік аламыз. Алла берді. Оған қанша балл керек болады, Сәлве ханым? Біз биылғы Евротурға орташа бағамен 1,5 мың балл керек болады. Енді бұл жағын енді компания біледі ғой, енді плюс-минус 1,5 мың балл кетеді. Себебі біз Праганы 1200 қанша долларға балға алған болатынбыз. Барлық қой. Рахмет. Жақсы болды, менде мультивиза как раз, Сәлве ханым, мен барам. Керемет, сіз вообще визунчиксіз ғой, сізде мультивизаңыз дайын болса. Біз әлі сол визаға, Мен Димаштың фанатымын ғой, сондықтан да Димаш арқылы. Поэтому у меня мультивиза сейчас. Вот, кішкене ауырып қалдым, әйтпесе Барселонаға кетіп қалушы едім уже. Как можно получить мультивизу? Можно спросить, да? Как можно получить мультивизу? Смотрите, виза жайында негізінде оны қанша мерзімге беретінін, оны уже консульство шешеді. Оны ешкім сізге кесіп айта алмайды. Негізінде бірінші рет визаға тапсырғанда ұзақ мерзімге бермейді. Сізде, Рая ханым, қанша жылға немесе айға берілді виза? 1,5 жыл. 1,5 жыл, иә? Почти 2 жыл, потому что сразу мультивизаны бермейді. Бірінші жаңа кісіге сұраған кісіге айтайын дегенім, сізде бұрын Европада отказ болсын, отказ болмасын, хотя кем дегенде 3 рет сізде заявка болу керек визаға берген деген. Егерде сол 3 рет заявкаңыз болса, хотя бы соның 2-і плюс болса, например, да, одобрен болса, вот сонда сізге мультивизаға беруге болады. Бірақ оның уже бағасы басқа, қымбат. Рахмет, я еще не выезжала никуда. Тогда вам не мультивиза аламайды. Бірінші кезеңде негізінде 1 айдың көлемінде береді виза. Сол 1 айдың көлемінде сіз барып қайтып оралуыңыз қажет Еуропаға. Обычно не жақсы. Айта беріңіз, кешіріңіз. Сәлве ханым, виза қанша тұрады Еуропаға примерно? Олар мемлекетке байланысты. Әр мемлекеттің өзінің консульствосы бар, соған байланысты болады. Консульский двор 80 мың. Шенген визаның сервисный сборын қазір айтайын мен сізге. 100 қанша евро төлейсіз, және неге виза дайындайтын қызметке төлейтін ақшаңыз бар. Сәлве ханым, 80-90 евро консульский сбор. 89 евро? 80-90. 80-90 керек, да. Енді жаңа жылдан кейін ол өседі. Сәлве ханым, сұрақ қойсам бола ма? Егер біз Евротурды броньдасақ, мировой турдан, біздің визамызды сондай растамай қойса не болады? Енді егерде сол шында біз январь айынан бастап дайындаламыз, біздің өзіміздің компанияның условиясы бойынша, егерде сізге виза бермеген болса, онда заявление жазасыз компанияға, сосын сіздің балдарыңызды, үстінен төлеген ақшаңыз болса, бәрі қайтарылады. Жақсы екен.
Сосын Сальвия ханым, менің бір сұрағым бар еді. Біз осы жол Дубайға барған кезде бізде отельде туристический взнос ұстады. Ол солай болу керек па? Депозит жақсы, ол депозитпен келістік, депозит төледік, бірақ оны бізге бір жұмадан кейін қайтарып берді. Ал туристический взнос не үшін ұстады? Енді Ол қараңыз, керек па? көптеген, ұстау керек. Дубайда міндетті түрде туристік агенттікпен барасыз ба, Travelum арқылы барасыз ба, туристік налогты сол отельде төлейтін боласыз. Кейбір мемлекеттерде, бізде мына әлемдік турларға да барып жүрміз ғой, кейбір мемлекеттер осы бронь жасаған кезде соның ішінде төленген болады. Ал кейбір мемлекеттерде олар ол сборды тек қана отельде төленеді. Сол кезде сіз оны бөлек төлейтін боласыз. Ал мынандай бронь жасағанда төлеуге болатын мүмкіншіліктер бізде әлемдік турларда әрқашан төленген болады. Сіз төлемейсіз төлемақы. Бірақ сондай мемлекеттер бар, мына соның ішінде мына Біріккен Араб Әмірлігі, ол жерде әрқашанда отельде алады ол туристік салықты. Біз бронь жасағанда отельный налог төледік қой. Анда барғанда бізден кетерде тағы туристический взнос деп ұстап қалды. Дубайда ол міндетті түрде сол отельде алынатын төлем. Сәлвия ханым, сұраса бола ма? Егер Евротурды круизбен өткізсе ше, ол қалай болады? Әлде ол қауіпсіз ба, әлде қалай? Неге қауіпсіз? Ол керемет болады. Негізіне барып көргім келеді, Travelumмен. Ұйымдастыруға да болады, әрине. Біз Европаға барсақ, қазір алдын ала круиздік қарастырып. Міне, Нұрила ханым бізде спец по круизам. Бірнеше рет круизда болған кісі, әрине керемет. Негізінде біз осы ноябрь айына деп аттанамыз деп дайындалып едік. Оған енді компания қазір акция беріп жатыр, керемет кезең болып жатыр. Қазір кішкене қыдыратын емес, ақша табатын кезең болып кетті. Иә. Сол мен ойлап тұрмын, егер өзімізде де мысалы Travelum'да да круиз бар ғой, неге соны байқап көрмеске деп, сосын басқа адамдарға көрсетіп, бізде де мысалы мынандай круиздар бар деп, Европаны араластағы шекішті ғой. Негізінде өте керемет ұсыныс айттыңыз, Жансая ханым. Біз Евротурға барамыз деп, бірақ ешбір зат, бір адам круиз жайында айтпапты. Негізінде, әрине қарастырамыз. Рахмет. Сальвия ханым, Балиге барасыз ба? Алла қаласа, Айнұрда барады ма? Енді біреу үшін жауап бере алмаймын. Командамен барамыз дедіңіз ғой, жаңа соны сұрап жатқаным ғой. Енді команда болғанда, біз қазір командамызда 500-ге жуық адам, енді оның бәрі бір сәтте бара алады деп ойламаймын енді. Бірақ соның ішінде, мысалы біздің 50 адамға дейін командамен шыққан кездеріміз болды әлемдік турларға да, бірақ әлі таза өзіміздің командада 100 адам әлі шыққан жоқпыз. Ол да әлде алда. Апрельде барамыз. Чат құрылама? Балиға апрельде. Команда неметкен кезде чат құрылама? Со Балиға? Әрине. Бали в январе хотите, да? В январьда. Билеттерді қай уақытта алуға болады деген ғой? Билеттерді енді қазір әркімнің ұшатын қаласы әртүрлі. Сосын біреу тек қана Балиге барып, Балиден қайтады. Ал енді бірі тек сол Балиге барғаннан кейін жанындағы мемлекеттерге де барам дейді да. Сондықтан ол әркімнің өзінің қалауына байланысты. Ұшаққа билетті, және мен бәріне бір сәт бір қаладан алмауды да ұсынар едім. Себебі авиаперелеттарда ол кезеңде билеттің бағасы өте қымбаттап кетеді. Сұраныс жоғарылаған сайын билет жоғарылайды. Сондықтан әркімге қай кезең өзіне ыңғайлы, қай қала ыңғайлы ұшуға, сол жерден алған дұрыс болады. Жақсы, рахмет. Баршамыз ертең отельге барғанда бірге демалып, соның ішінде де бірақ бірге ұшатындар болады, бір қаладан ұшып, және сол жерде тағы да қасындағы мемлекетке барушы адамдар болуы мүмкін. Оны сіздер ұшаққа билет қарастырып, сонымен бірге қарастырасыздар. Мысалы, айтып өтейін. Бали 13 январь мен 18 январь аралығы. Ал сіз ұшаққа билетті қарап отырсыз, ұшаққа билет 10 январь күні
өте тиімді екен бағасы. Сондықтан сіз 13-ін күтіп отырмайсыз, 10 январьға билетті аласыз, себебі бағасы өте ұтымды болады сізге, иә. Және сол 3 күніңізді қалаңыз Малайзияда, қалаңыз Таиландта, қалаңыз Сингапурда өткізіңіз. Сонда сізде оның арасында, себебі 10 мың, 15 мың теңгеге, ары кетсе 20 мың теңгеге ұшып барасыз сол мемлекеттерге, және біздің travel сайтқа кіріп, кез келгеннен өте жақсы, тәтті бағада сіздер отель жалдап аласыз да тұра бересіздер. Керемет. Жақсы Және идея. ана бір оқпен 2 немесе 3 елді атуға болады. Үш қоянды атып Дұрыс. аламын. Өте тамаша. Міне бізде Иә. қазір Так вкусно рассказываешь, сейчас прямо охота уехать. Зумда Айгүл ханым бар ма екен? Айгүл Талдыбаева біздің Шымкент қаласынан көшбасшымыз. Ол кісінің командасы 14 күнге, оның ішінде 18 күнге демалысқа кетіп жатқандары да бар. Олар әлемдік тур, travel сайт, бірі өзінің тағы ынталандыру сапарын қосып алған. Сөйтіп бір барғанда жарты айға демалысқа кетіп жатыр. Солай да демалуға болады. Олай өте қолайлы да, үнемді, және сіз ұшаққа билет Қазақстаннан ғана өте қымбат қой, ал ол елдер аралы өте қолжетімді. Сондықтан солай тур жасасаңыз да болады. Мені Меруерт ханымдар да Балиге барған сәтте әрі қарай Вьетнамға барып, Малайзияға барып, соны өзі бөлісе қойсын, Меруерт ханым? Біз көктемде кеш жарық, мен машинада отырмын да қараңғы болып тұр, кеш жарық жұмыс істеп келе жатырмыз бүгін, Гүлнұр екеуміз. Көрінбейді, мен заставка қойып саған. Не естіліп тұр ма менде? Естіліп тұр. Біз, в общем, бір поездкамен 3 сайтты да көрдік. Балиға тікелей жол жоқ болғаннан кейін, Балиға через Куала-Лумпур ғана. Куала-Лумпурға мировой турмен, travel сайтпен 2 күнгі отель алдық. 2 күн Куала-Лумпурда жаттық. Travel сайтты пробовать етіп көрдік. Сосын кейін Балиға бардық, Балида болдық, Балида күшті праздникқа түстік. Ол поощрительный поездка Гүлнұрдың поощрительный поездкасы болды. Гүлнұрдың поощрительный поездкасын сол жерде қолданып тастағаннан кейін, ары қарай Вьетнамға командамызбен 31 март күні біз уже Вьетнамға Хошиминға бардық. Хошиминнан Нячангқа келіп, қаншама дүниенің жерін 14 күнді бүкіл Азияны, Малайзияны бірақ аралап, Индонезия, Малайзия түгел аралап, Вьетнамын аралап бірақ қайттық. Сонда біз 3 сайттың бәрін бірақ көріп шықтық зато. Гетуисті ғана көрген жоқ, біз қалған 3 сайтты түгел көріп шықтық. Мировой турға менің жинаған балыммен бардық, ал Балиге Гүлнұрдың поощрительныймен бардық. Сөйтіп 2 кісі бітіп ауысып алуға болады. 2 кісі біргіп алуға болады. Ешқандай да ештеме емес, тіл білмеу, андай-мындай түк та помеха емес. Мен жестпен бәрін түсіндіріп, бәрін тауып алдық. Ешқандай қиналған жоқпыз. Сәлия ханымға рахмет, күшті гид тауып берді бізге. Тамаша. Жоқ, рас, он рас бұл Меруерт ханымды мен қолдаймын. Европада болдық қой. Европада болғанда енді, мысалы мен енді ағылшын тілін бір -2-ге ғана білет шығармын. Вообще қазақшада айтып жүреміз, олар баратта несін аударып алады. Күшті болдық, тамаша болдық біз. Так что білмеу дегенге не надо бояться, қыздар. Қорқу керек емес. Ынталандыру туралы сұрасам бола ма? Мен Сингапурға броньдағам апрель кезінде, ол қашанға дейін жарамды болады? Мен ана ақшаны 18 ай. Сол аралықта барып пайдалануыңыз керек. Жақсы екен. Оған дейін менде уже екінші ынталандыру ашылады ғой. Мен оған барам дегенше тағы да ашылады ғой келесі жыл. Әлде болмайды ма олай? Жоқ, сіз пайдаланғаннан кейін ашылады. Кейін ашылады, иә. Жақсы, рахмет. Сәлбе ханым, осы жақсы болды мына Жансаяның айтқаны. Менде поощрительный, маған уже 1 жыл асып кетті, иә? Августте кіргем. Менде поощрительный өліп қалды ма, сол өткен жылым? Мен оны ойламаппын даже қолымда. Қараңыз, ынталандыру сапары, яғни поощрительная поездка, ол 1 жылдыкі 1 жылға қосылмайды. Сондықтан егер сол жылы пайдаланбасаңыз, демек ол жылдыкі қалды, демек сізге қажет болмады.
Сондықтан бірақ әрқашанда пайдалануға сіздерде ынталандыру сапарларыңыз бар. Сонда төленген налог өзі ұсталынды ғой бізден, бөліп төледім мен соны, ол сосын күйіп кетеді, уақытында Егер барса. 18 айдың ішінде пайдаланбасаңыз, ол налогыңыз күйеді, және де келесі мемлекет таңдау үшін қайрадан төлейтін боласыз. Ол тек соған жарамды. Онда пайдаланып үлгеру керек. Иә. Рахмет. Рахмет, Міне Сәлвия ханым, күшті түсіндіресіз. Бізде бүгін Бақытгүл ханым, білмеймін, қазір эфирда бар ма, бізбен жоқ па, ол кісі Балиге таңдап қойған ынталандыру сапарының өзін заявление жазып, себебі енді бір жанұялық себептермен шыға алмайтын болып, соны отмена жасады. Оны да компания төлеген, неге төлеген ғой. Бақытгүл ханым, өзіңіз бөлсіңізші, мен сізді жоқ па деп, эфирда ма деп, прямой эфирда. Бөлсіңізші. Қайырлы кеш, жұмыстан жаңа келіп жатыр едім ғой, сол тыңдап үлгермей жатырмын. Баршаңызға сәлем, бүгінгі жұма жасаған қабыл болсын дұғаларыңыз. В общем, поощрительный поездканы мен алғанбын. Былтыр бізде қызымызбен екеуміз $163 болды, жаңағы налогын. Онда бірінші $19 төлеп тастадық та, сосын қалғанын 4 аптаға бөліп берді ғой. Мысалы, бірден төлеуге болады 163-ті, либо бөліп төлеуге болады. Сонда $38 ба солай шықты. Безболезненно, ол бір ай төлеп болғаннан кейін сізге график ашылады, сол график бойынша таңдайсыз. Біз енді декабрьді таңдап қойып едік, мен қызымның себебі туған күні, сосын университет бітіргеннен өзімше сыйлық жасайын деп. Оған біздер жаңағы Кута отель деген керемет отель алдық. Сосын ана бесплатно берген номері өзімізге кішкене не істеген жоқпыз да, біздер барғасын әдемі жерде тұрғымыз келді, поэтому с видом на сад алдық и доплата жасадық. Всего 43 мың теңге. Сол уақытта ол доллардың бағасы, курсы басқа болды ғой. Доплата жасадық та делюкс номер алдық с видом на сад. Өте әдемі. Содан енді билет алайық деп сөйтіп не істегенде, міне қазір жұмыстанғанда қызым жұмысқа кіріп кетті. Енді мен қайтадан жұмысты кіріп атқанда жауапкершілік қой. Мама, мен қалай тастаймын, давай перебронируем, откажемся и потом на позже. Компанияға жаза қойып едім, по семейным обстоятельствам у нас не получается. Можно ли в 26-м году перебронировать? Да, конечно, можно. Еще представляете, мен жаңағы не істеген ақшамды қайтарып берді ғой, жаңағы 43 мың теңге, уже даже 58 мың теңге болып келді. Себебі курс доллар же вырос. Да, он мне другими деньгами пришел в тенге. Да. Получается, налог төленіп тұр. Мен келесі жылы, 26 жылы, оны любой уақытта олардың берген несінде барып келе алам екен. Солай. Әне, осындай керемет компания көрдіңіздер ме? Әрқашанда әрбір тұтынушысының сұрағына жауап беріп, және әрқашан сізге қарай қол созуға дайын. Бүгін бізде Травориум компаниясы. Сондықтан осы ақпаратты айналаңызға тоқтамай бөлісіңіздер. Әрбір қазағым осылай саяхаттап, әлемді шарлап, және де саяхат арқылы табысты болуға мүмкіншілікті жіберіп алмасын. Ой, жандарым, рахмет, қалай тамаша, күшті. Сәлвия ханым, менің қонағым Мадина деген қыз, менің абысыным, бірақ ол қазақша көп түсінбейді, әні жаңа кірді. Сұрақтары бар. Ая, қоя берсін. Әрине. Мадина. Да. Слышно меня? Алло. Да, слышно, Мадина. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, муж задает такие вопросы, типа, говорит, один человек, наверное, только может на 200 тысяч, говорит, полететь. Почему? На какие 200 тысяч? Поощрительный поездка бар ғой бірінші.
сот Нет, туралы қойдым. поощрительная поездка. У нас любая поездка минимум на двоих. Минимум на двоих. А то бывает и на двоих взрослых, двоих детей. Поощрительная поездка у нас вообще она рассчитана на двоих взрослых, двоих детей. Редко вы встретите моменты, когда можно поехать два взрослых и один ребенок. То есть это дается на семью. М, У нас мгм, нету поездок на одного, у нас минимум на двоих. мгм. А вот, допустим, вот я зашла, да, и троих под себя подписала. Троих же надо, да? Человек нужно подписать. Ну, сколько хотите. Три это самый Для минимум. того, чтобы не платить потом Чем ежемесячное. больше, тем лучше, я так Мгм. считаю. Да, да, 3 Троих. человека, да, которые дают вам возможность покрывать ежемесячные членские взносы. Все, я 3 подписала человека, и я забыла про то, что нужно там ежемесячно что-то куда-то платить, да? Да, при условии, что эти ваши 3 партнера ежемесячно либо сами себе, да, допустим, оплачивают ежемесячные членские взносы, либо Мгм. они делают то же самое, что и вы. То есть при условии, что они сохраняют членство, путешествуют вместе с вами, да, то есть Мгм. накапливают себе travel-баллы, независимо сколько лет пройдет, у вас это все сохраняется. А вот если у них, допустим, они подписали каждый под себя по 3 человека, например, и у Мгм. них кто-то из, людей останавливается, к примеру, на меня это как-то влияет? Смотрите, если вот эти вот 3 ваших партнера сами Мгм. подписали каждый в свою команду по 3 человека, да, допустим, Мгм. Мгм. то есть таким образом они тоже освободили себя от ежемесячных членских взносов, да? Мгм. И если у них в команде кто-то приостанавливает, то они, вот, допустим, месяц-два человек приостановил, да, ну, бывает, Мгм. какие обстоятельства сложились так, то, значит, Мгм. этот месяц-два, этот человек, у которого партнер остановился, он сам оплачивает свои ежемесячные членские взносы. И как только третий человек возобновляет, либо он приглашает еще четвертого, да, то есть на Мгм. место временно выбывшего своего партнера, у него также продолжается. То есть наша задача, чтобы путешествовать 2 раза в год в шикарных отелях, всего как его, вести вот этих 3 своих партнеров. Мгм. Представляете, вот каждый из вас работал, кто-то учителем, кто-то в банке, кто-то еще где-то, да? И если бы Мгм. вам сказали, ты будешь куратором вот этих вот 3 человек, да, ты будешь вести, чтобы они ходили на работу, не опаздывали, чтобы они не бросали, не переходили на другую работу, да, и за это ты будешь получать 2 путешествия в году на семью. Мы бы все с легкостью, мы бы бежали бы за этой возможностью, да? И вот сегодня, грубо говоря, через Travolum именно такая возможность. Взять Мгм. шефство буквально над 3 своими самыми близкими и благодаря этому путешествовать 2 раза в год в самых лучших отелях мира. Я действительно говорю в самых лучших отелях мира, потому что у нас уже есть с чем сравнить. Мы выезжали в поездки, где люди, вот даже наши родственники, да, покупали через туристическое агентство, а мы ездили через Travolum. И отель, вроде они тоже купили, допустим, путевку в 5-звездочный отель, да, и у нас в Travolum 5-звездочный отель. Но уровень отеля, если сравнивать, допустим, их отель, который они купили в туристическом агентстве, практически у них ушло столько, даже больше денег, допустим, чем мы заплатили, да, если, Мгм. даже, если бы даже я и сама бы ежемесячно копила себе, да, допустим, уровень отдыха – это вот разница, как между 3-звездочным и 5-звездочным отелем. Представляете? За те же деньги практически, да, но человек отдыхает, ну, пишется 5-звездочное, но в сравнении с отелями, которые нам предоставляет Travolum, это 3 звезды отели. Мгм. Да, спасибо, поняла. Мгм. То есть сегодня мы говорим о том, что Travolum – это не о том, что это самые дешевые поездки. Мы говорим сегодня о самых качественных поездках по очень доступным ценам. Знаете, это практически по цене, допустим, самых таких бюджетных туров вы отдыхаете в самых лучших курортах мира. Это же Мгм. классно, согласитесь? Когда бы Мгм. вы, допустим, заплатили бы, допустим, за кроссовки китайские, да, там непонятно какие, допустим, да, они, грубо говоря, пусть они стоят, Такие, как допустим, бренд, да? 20 тысяч тенге, да, а Мгм. за эту цену вам продают
брендовые кроссовки стоимостью в 100 тысяч тенге. Конечно, мы лучше заплатим эти за 20 тысяч и пользоваться будем брендовыми вещами. То же самое, то есть вы оплачиваете практически ту же стоимость, но получаете продукт намного выше уровня. Комфорт, целый сервис. Конечно, сервис, комфорт. Это буквально, начиная, допустим, с порога, это совсем другой уровень. И ощущение, когда вы живете в отелях этого уровня, ну, это нужно просто почувствовать, это передать невозможно. Хорошо, это говорится об отдыхе, а про заработок. Про заработок я вам скажу, смотрите, на сегодня у нас очень много людей, которые занимались туристическими агентствами, имели свои собственные туристические агентства. И сегодня эти люди становятся партнерами клуба Травуриум. Почему? Потому что в Травуриум они могут вести ту же свою деятельность, да, это передавать информацию о турах, о путешествии, да, но здесь нету тех расходов, во-первых, которые они несли, когда были туристическими агентами. Во-вторых, сегодня тенденция такова, что люди больше переходят к самостоятельному бронированию. Потому что если ты уже 2-3 раза побывал за границей, да, в принципе-то тебе туристическое агентство и не нужно. Ты уже можешь прекрасно самоориентироваться. И количество людей очень быстро растет, именно самостоятельных путешественников. И именно самостоятельному путешественнику сегодня выгоднее иметь клубное членство и путешествовать. А чем больше вы рассказываете об этом, тем больше таких людей подключается через вас, да, в клуб. Естественно, вы имеете колоссальный доход. На сегодня, допустим, средний чек, допустим, да, даже возьмите один стар-директор, он зарабатывает от 300 до 500 долларов. Это прямо натуральная зарплата, среднестатистическая зарплата казахстанца. Согласитесь, да? Для которой люди ходят, допустим, на 8-часовой рабочий день. А здесь наши партнеры, буквально уделяя в день час-два времени, и то не всегда, и могут иметь вот такой вот заработок. А если вы, конечно, будете уделять этому бизнесу больше времени, вы можете зарабатывать и 1 миллион, и 2, и 3, и 10. Все зависит от того, насколько вы настроены, сколько вы готовы уделять времени этому бизнесу. Просто делиться информацией, путешествовать, быть продуктом своего продукта. Вот 2 действия, которые вы совершаете в Травуриум, чтобы не только путешествовать, но и зарабатывать. Мгм. Спасибо за ответ. Пожалуйста. Поэтому заходите в наши зумы, есть вопросы, пишите в чате, мы всегда рады помочь. Также мы будем проводить вот эти каждый день в 9 часов вечера. У нас будет зумы, обучающие на русском, на казахском языке. Также мы повторим серию уроков, обучающих по приобретению авиабилетов. Так что подключайтесь, мы вас научим быть самостоятельным путешественником. И помимо этого, если вы захотите, мы еще научим вас на этом зарабатывать. Мгм. Сальви ханым, Запись будет же, да? Да, конечно, запись идет. Ой, классно сегодня получилось, прям классно. Рахмет көп. Очень Мгм. познавательный получился сегодняшний зум. Да. Өзіміз Я отырып шай рада. іштік. Да, Да? біздер Дұрыс много айтасыз. чего узнали. И, Өзіміз отырып шай іштік, аха. да, и этот промоушене, и Да. вообще, как бронировать все. И Жансая новичкам дали. молодец, подсказала насчет круиза. Да. Европа. Да, классно. Кстати, да, и Да. мы посмотрим круизы, да, потому что в европейское направление всегда очень большой выбор Да. круизов. Да. Я бізде Мгм. мүмкіндік көп қой. Аренда Да, всё надо, авто, всё надо попробовать. круизы, апартаменты. Біз Да, айтып Европа как раз удобен, Да. она не круизға. Они же компактные, они же ближе Мгм. расположены. Так что Иә. Да. Ана жолы бізде бір партнерларымыз барды. Саняға, Хэнянға барғанбыз осы неде, сентябрьде. Сонда бір кісі айтты, апартамент жалдадық деп. Вообще күшті екен. Ой, вилла. Вообще күшті екен дейді. Ішінде 2 бассейні бар деп. Сондай сол күшті айтты ғой деп. жаңа, Детувей деп бұл кісі, жаңа Сәлия ханым айтты ғой жаңа. Да, сол аха. Бізде Да. возможность көп екен енді.
соны кейбір адамдар түсінбейді ғой. Жіберіп ал. Жоқ, болады. Мысалы, так, бізде кімнің микрофоны қатты шулап кетті. Иә, сөндірді. Себебі осы мүмкіншілікті көпшілік әлі түсінбейді. Сондықтан әрине біреу оны естиді, біреу естуге әлі дайын емес, бірақ соның ішінде дайын адамдар, біз сіздің командаңызға қосылған сайын сіздің табысыңыз да өседі, және сізге саяхаттау одан ары не дейді, төмен бағада келе береді, рас па? Сондықтан шаршамаңыздар. Біз енді осы бизнесті айтпаған кезде де әйтеуір бір әңгіме айтамыз. Бір-бірімізбен кездескенде біз аузымызды жауып, бір-бірімізге жай қарап отырмаймыз, бірдемені айтып отырамыз. Сол кезде әсіресе біз әйел баласы біреуді жамандап қойып, бірдеме айтқанша лучше бизнес айтайық та, сөйтіп табыс табайық. Сенесіздер ме, мен осы компанияда 1 жылдан асты, бірақ та мен әлі партнер болып жүрмін. Мен саяхат ретінде кірдім, бірақ та бизнесті әлі қолға алмай жүрмін, адамға сендіре алмай жүрмін, либо мен өзім жеткізе алмаймын ба, сондай бір сенімсіздік па. Соны енді сізден тыңдап отырып, все болды, болмайды осылай жүре беруге. Енді как раз мынандай возможность беріп тұрғанда, мүмкіндік беріп тұрғанда қолдану керек деп жүрмін. Мысалы, әрбіріңіз жоғарғы оқу орнында бітіргенде, бірінші жұмысқа барғанда тоже қорқыныш болды ғой. Бәрін білмейсің әлі, бірақ сондықтан кіріп кеттің. Сол сияқты бұл жерде де солай бастайсыз, ешқандай қиыншылығы жоқ. Бірақ ол жерде мысалы, сіз отчетты дұрыс жасамасаңыз, бір сондай ақаулар болушы, бұл жерде егер даже бірдемені дұрыс айтпасаңыз, келесі жолы дұрыстап жүресіз. Одан арба сынбайды, өгіз өлмейді. Зиян келмейді. Сондықтан еш тартынбаңыз, бөлісе беріңіз. Я вам советую к Руслану Биисову попасть. Сразу пойдете. Да, Руслан Биисов негізінде да өте біздің компанияда, командада, Трабөрім командасында өте мықты бизнес-тренер. Шыны керек, менің командамның тең жартысы өтті десем болады. Русланның обучениесін, жақсы старт бастауға бизнесті өте көп сізге көмегі болады. Сондықтан, егер мүмкіншілігіңіз болса, менің білуімше жақын арада оның жаңа курсы басталды. Соған қосылып, білім алыңыздар. Білім әрқашанда сізді бизнесіңізді шын айтуға өлтірмейді. Для меня сегодня новостью было то, что продлили промоушен, и я думаю, не надо расслабляться и говорить, что вот до ноября продлили. Думаю, до конца октября сделать самим как бы статусы, да, а уже в ноябре дать тех, кого подписали, уже как бы им дать шанс заработать. Да, правильно. Видите, мы должны думать не только о себе. Вот мы успеем заработать до конца ноября деп ойламау керек, ал біз ойлауымыз керек. Қазір мен осы айдың соңына дейін жасаймын, одан кейін менің жаңа жазылған партнерларымызбен бірге жұмыстанамыз. Олар да сондай мүмкіншілікті алуға. Ал олар жеткен кезде сіз уже 2 жұлдызды дәрежені жабасыз да, және олар да олжалы, сіз де олжалы. Қараңыздаршы, біреуге көмектесе отырып, өзіңіз де сондай сондай мүмкіншілікке қол жеткізесіз. Сұрайын дегенім, анау пул деген бар ғой, тек 1 стар мен 2 стар директорлерге ғана қатысты ма? Ол тез, быстрый старт, сол адамдар тез бастап бизнесті жақсы олжалы болу үшін арнайы компанияның беріп жатқан акциясы. Платинумнан сразу 1 старға өтіп кету мүмкін емес шығар, да? Ол аралықта. Неге өтіп кету мүмкін емес? 2 айда амбассадорға өтіп кетіп жатыр, жаңадан жазылып адамдар. Сондықтан әрине. Мен хотя бы платинум болып алсам ғой деп жүрмін, безоплатник болып. Соны ойымдап жүрмін. Мечтайте. Түйе тұрасаң не береді дейді. Сондықтан тілеңіз және еңбек етіңіз. Болады, неге болмайды? Рахмет. Девочки, давайте. Мақал бар ғой, сыйламаған балаға жоқ, сүт бермейді деген. Одан да көбірегін армандау керек, Қыздар, менде бір мынандай керемет притча бар, мен сол бойынша жұмыс жасаймын, шынымды айтсам, өзіме осындай установка қоям. 2 продавцов обуви закинули на необитаемый остров. 1 продавец обуви
выходит на остров, оглянулся по сторонам и говорит: ой, здесь ловить нечего, никто не носит обувь. А второй продавец обуви вышел на остров, оглянулся по сторонам и тут же телеграфирует: срочно высылайте мне вагон обуви. Здесь, представляете, никто не носит обувь. И вот два мышления, одна и та же информация. Но так как вы воспримете, либо кто-то скажет: ой, нафиг очередная компания, нечего там ловить. Либо вы скажете себе: круто, это то, что я искал. Это новый стиль жизни. Я буду путешествовать не 1 раз, 10 раз в год. И я буду зарабатывать американскую зарплату. И как мне позавчера я презентацию давала, мужчина один говорит: ой, а если вот 135 каждый месяц я не смогу платить, а доллар дорожает. Я ему говорю: ну вот как вы посмотрите? А мне классно, что доллар дорожает, потому что я буду получать американскую зарплату по курсу повышенному. Либо вы будете так смотреть, либо так. Так что вперед, девчонки, все мы будем получать американскую зарплату. Рахмет. Все классно. Все, давайте на этой прекрасной ноте мы завершаем сегодняшний эфир. До встречи завтра. Сау Да, болыңыздар. как раз 22-22. Давайте. Ага, Рахмет, сау болыңыз. Я рахмет, тоже на это аман болыңыз. смотрела. Қыздар, көп рахмет, сендерге аман болыңыздар.